Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Камшат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен түрік асханасының тағамымен, рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнамнан алыстамай видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен блендердің ыдысына осы пиязымызды жуып тазалап, бірнеше бөліктерге бөліп саламыз және 2 тісше сарымсақты, 1 жұмыртқамызды салып, барлығын біркелкі масса болғанша езіп аламыз. Бізде осындай сұйық масса болып шығады және осының үстіне тартылған етімізді салатын боламыз. Үстіне менде бұл жерде панировочный сухари, именно етке арналғаны, фаршқа арналған, сондықтан ішінде барлық дәмдеуіштері бар. Сонда да үстіне паприка, қара бұрыш, тұз деген секілді дәмдеуіштерді қосатын боламыз. Барлығын жақсылап блендердің насадкасымен езіп аламыз. Менде бұл жерде блендердің ыдысына тарлау болғаннан кейін қайтадан ауыстырып үлкен ыдысқа езіп алдым. Нәтижесінде бізде осындай біркелкі масса пайда болады. Осы фаршымызды пергаментімізге салып, пергамент қағазының көмегімен формасын ұзынша етіп келтіреміз. Барлық фарштарымызды дәл осындай формада жасап шығамыз. градуста 30 минут пісіріп аламыз. Міне біздің фаршымыз толықтай пісіп дайын болды. Енді осыны лавашқа орайтын боламыз. Негізінде түрік халқы бұны юфка деген өздерінің осындай лаваштан да жұқа қамырға орайды. Егер де сіз ондайды табатын болсаңыз, соған орап жасасаңыз болады. Менің жағдайымда мен лавашқа орадым және де артық лавашты кесіп тастаймыз. Дәл видеодағыдай барлығын қиғаштап отырып кесіп аламыз. Барлығын дәл осы әдіспен орап шығамыз. Барлығын осылай кесіп алғаннан кейін духовканың формасына пергамент қағазын төсеп, бетіне сары май жағып, қайтадан 5 минутқа духовкаға саламыз. Нәтижесінде бізде сырты қытырлақ, іші жұмсақ тағам болып шығады. Мен осылай ұсынар алдында соуспен және қаймақпен ұсынған болатынмын. Қаймақтың орнына термостатный йогуртты пайдалансаңыз болады. Соустың рецептін описанияға қалдырдым, сол жерден қарап жасасаңыз болады. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіз. Сіздермен болған Камшат, егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.